Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, пайдалы, дәруменге бай салаттың рецептімен бөлісемін. Ол үшін біздерге грецкий орех қажет және де алма, қайнатылған қызылша қажет болады. Енді осы үш қоспамызды кубиктеп турап аламыз. Алмамызды тура осылай кубиктап тураймыз. Қажетті қоспаларды өзіңіздің отбасыңызға байланысты көбейтіп не азайтсаңыздар болады. Грецкий орехімізді тоже осылай ұсақтап тураймыз. Енді мен мына жерде қаймақ қолдандым. 20%-ық, не өздеріңіз қалауыңызша 15%-ық қоссаңыздар болады. Немесе майонез қосып жей берсеңіздер болады. Ең бастысы өте дәмді болып шығады. Алдағы көктем уақыт келе жатыр. Нағыз осы кезде жейтін дәруменге бай салаттар жеулеріңіз қажет. Сондықтан осы салатты пісіріп жеп көруге кеңес беремін. Және де менің видеомды қолдап соңына дейін көргендеріңіз үшін сіздерге рахмет. Келесі видеомда кездескенше сау саламат болыңыздар.